Мен 5 сыныпқа дейін, яғни бастауыш сыныптарда әрқашан прям всегда 2 немесе 3 алатын, өте төмен балалар алатын негізі ағылшыннан. Кәдімгідей әдемілеп тұрып қызыл ручкамен 2 деп жазып қоятын маған, и мен соны ұнатпайтынмын, өшіруге тырысатын, жыртып тастайтын, либо 5-ке өзгертуге тырысатын. Сондықтан ағылшын тілінен қосымшаға мен 1 рет қатыстым, ол 2 ай где-то 2 ай болды. Мен одан шығып кеттім, себебі мұғалім, бізге беретін мұғалім менің ойымша менің деңгейімді төмен санағандай болды. То есть қасымда бір қыз болды, и сол қызбен салыстырған кезде мені төмен санады. Бірақ мен ойымша екеуміз бірдей білеміз. Сондықтан маған мұғалім ұнамаған соң бармайын дедім да, шығып кеттім. Содан бері барған жоқпын ешқандай қосымшаға. Ары қарай саналы жасқа келген кезде мен өзім үйрене бастадым, себебі бәріміз білеміз, ағылшын тілі өте қажет деген сияқты өзім бастай бастадым. Сәлем, мен аты Меркен Назым. Бұл мен білмеймін қаншасыншы, бірнешесінші подкастым. Мен өзім айта аламын, ағылшынша деңгейім жақсы білемін деп, себебі ағылшынша фильм, сериал көргенде в целом естіген кезде на слух, былай айтқанда жақсы түсіне аламын, и вроде сөйлеген кезде тоже мен жақсы сөйлеймін. Мысалы, I think in my opinion I can speak in English very confidently and freely. I can express my thoughts and feelings freely. And then what's funny is that when it comes to if I compare with my Russian language, I cannot speak in Russian this much confidently, because I don't know, for some reason, in my opinion, I think if you learn from scratch, for example, English and then Russian, in my opinion, I think learning English is easier than learning Russian. Примерно осылай. Окей, тағы да айтатын нәрсе, пожалуйста, соңына шейін көр. Потому что көп нәрсе айтам. Оған дейін айтқым келеді, мен деңгейіммен айта алмаймын, белгілі бір мысалы C1 или C2 или B1 B2 деп ше. Себебі мен прям IELTS тапсырған жоқпын. Когда-нибудь скорее всего тапсырамын, бірақ әлі тапсырмадым. И сондықтан мен айта алмаймын деңгейім мынандай деп. Бірақ енді ойымша C1 где-то C1 болатын шығар. Бірақ C2-де қателеспесем, что C2-де любой тақырыпқа, мысалы бизнес или экономика туралы белгілі бір тақырыптарға өте оңай сөйлесе алады. Бірақ мен ойламаймын ондай деп. Себебі қазақшаның өзінде сен экономика туралы сөйлесе алмайсың, себебі белгілі бір терминдердің сен значениесін, яғни мағынасын білуің керек. Мен ойымша сенің түсінігің ғой ағылшынша қандай тілдер, қандай сөздер ана жақта қолданса да, қиын болсын, оңай болсын, сен түсінуің, мен ойымша. Ағылшын сен кейде үйтіп B2, C1, A1 деп енді бөлген, мен түсініп тұрмын, үшін үйтіп жасайтын, себебі белгілі бір нәрсеге бірдеңе қылып енді сенің английский уровеніңді өлшеу керек қой, чтобы білу үшін, үйтіп английский деңгейді прям қатып қалған нәрсе емес, как и вообще НТ-ға дайындалған сияқты. Мен бірінші рет айттым, что сенің ақылдылығың НТ-ның балымен өлшенбейді, себебі НТ-да IELTS-та белгілі бір система, то есть сен оған қаншалықты дайындалғаныңа байланысты. Мен белгілі бір нәрселер соларды оқы, мысалы мектеп бағдарламасының кітаптарын, соны қаншалықты дайындалғаныңа байланысты белгілі бір балл аласың. То есть сен прям ақылыңа байланысты емес. Сондықтан ағылшын деңгейі туралы ойым сол. Окей, көп сөйлеп кеттің десең, может быть. Так что реально бастайық уже. Ең бірінші айтқым келетін, мен өз-өзіме түсіндіру, өз-өзіме оқыту кезінде білмеймін, бір жерлерден көрдім, белгілі бір кітап, яғни оның аты English Grammar in Use. Әртүрлі деңгейлерге бөлінген. Сен өзінің примерлі деңгейіңе байланысты көрсең болады. A1, A2, там жазылып тұрады. Intermediate, upper intermediate, всегда анау-мынау деген сияқты. Сен соған байланысты осы English Grammar in Use кітабын алып қолдансаң, кәдімгідей дәптер арнап өзің үшін жазсаң болады. Себебі бұл жерде grammar деп тұрғандай грамматиканы көбінде айтады. Грамматикадан әрине бастаған жөн. Себебі прям основа ғой все-таки. Өзім айта аламын, әрине басында бастадым бірнеше апталап. Потом тастап кеттім мен негізі. Не үшін айтып отырсың десейді, өзің тастап кетсең, просто егер грамматикадан әрине прям нөлден бастасаң, грамматикадан бастаған әрине дұрысырақ. Потом енді алып кетесің ғой бірдеңе, как бы. Бірақ өзім бастадым әрине осы grammar in use. Есімде қалғаным бойынша айтсам, там үй тапсырмасы деген бар, то есть белгілі бір тема басталады, там, скажем так, past simple, соны жақсы түсіндіреді кітапта. Сен түсінбей жатсаң, қосымша ютубта толы белгілі бір там present simple туралы, там Google-да толы информация, сондықтан советую әрине комплексно оқуға, не только кітаптан, и плюс түсінбей жатсаң, ютубты қосып, түсінбей жатсаң, Google-ды қосып деген сияқты бірнеше сағатын кішкене арнап. Бұл жерде тағы да айтып кететін, өзіңе үйретуде ең жақсы нәрсе бұл сен білесің, өзің білесің қай уақытта үйренгің келеді. Кеңес беремін, бірнеше сағат арнап, прям тоқтамай емес, әрине кішкене демалып, кішкене оқып деген сияқты, бірақ бірнеше сағат үздіксіз каждый день или там бірнеше рет аптасына оқыған дұрысырақ. Азаңды ыңғайлап болса азаңмен оқып қарай күн бойы қолың бос болады, басқа тірлік істегің келе, немесе түнде кешке қарай оқысаң болады. Сондықтан өзің білесің. Бірақ өте жақсы белгілі бір план қойып бірнеше рет
үзіксіз оқыған. Екіншісі айтатын фильм және сериалдарды ағылшынша көру. Әрине бірінші рет естіген шығарсың, бірақ бұл өте жақсы нәрсе. Себебі мен өзім бастадым. Оқып жүрген кезде мысалы көштім ағылшынша жаңағы фильмдер көресің ғой, сериалдар көресің, соның бәрін ағылшынша көруге. Яғни оригиналда, немесе ағылшынша болса ағылшынша түрін. Несі жақсы бұл жерде? Себебі ең жақсы фильмді, негізі сериалды біз көреміз себебі отдохнуть ету үшін, просто көру үшін, сен соны ағылшынға ауыстырған кезде сен екі нәрсені қосасың, өзің жақсы көретін фильмді көріп жатасың или сериалыңды, плюс ағылшынша үйренесің. Әрине басында қиын болуы мүмкін, себебі көп сөздерді білмесең стопқа қоясың да переводить етесің. Рекомендую әрине переводить етіп, чтобы түсіну үшін. Немесе уже көріп қойған жақсы көретін сериал немесе фильмді сен мысалы орысша көрсең соны басында, ол сен жақсы көретін фильм, сен оны ағылшынша көрсең болады, себебі сен уже білесің ол жақта не болған, и сондықтан ағылшын тіліне прям акцент қойып үйренуге тырыссаң болады, именно субтитрмен ше. Өзім жеке көрдім. Сериалдарға келетін болсақ, мен көрдім Office ағылшынша, одан соң Gilmore Girls на английском көрдім. Интернетте тола прям деңгейіңе байланысты қандай сериалдар көрсем болады деген сияқты тізімдер тұрады, соған қарап негізі тоже көрсем болады. Келесі айтатын музыка. Мен өзім музыканы өте көп тыңдаймын, и оның көп бөлігі ағылшын тілінде, сондықтан мен ойлаймын, ол да маған көмектесті деп прям түсінемін. Себебі сен естисің на слух, еще мен өлең айтамын, соны айтуға тырысасың енді өлеңдерді, сондықтан тоже еще сен жаңағы сөйлеуді де жақсы дамытасың. Мен айтатын еще тағы бар, мен басында үйрене бастаған кезде осы жақсы көретін өзім музыкаларымды тыңдадым. И не обязательно жақсы көрген, прям естімеген тоже музыкаларды алсаң болады. Сен қойып қоясың, сен тек тыңдайсың. Сен тыңдаған кезде не естідің, қандай сөздер естідің ағылшынша, соны прям көшіретін жазатып. Тоже жақсы негізі прям дамытуға. Яғни айтарым, бұл жерде музыка тыңдайтын болсаң, соны ағылшынша музыкаларға көшсең болады, немесе соны бір ағылшынша музыкаларды айтуға өлең белгілі бір sing along, бірге айтуға болады. Ол көмектеседі әрине. Тыңдауды және сөйлеуді ағылшынша. Мен айтып тұрмын бұны, потому что музыканы жақсы бұл жерде айтпасын. Мен как отырып музыка тыңдаймын ағылшынша, чтобы ағылшынша үйрену үшін. Не обязательно, просто сам музыка қызық болса, мысалы бәріміз музыка тыңдаймыз, соны ағылшынша тыңдаған кезде просто любой уақыт тыңдайсың, не обязательно прям ағылшынша үйрену үшін. Бірақ просто сен өзің байқамай қаласың, уже ағылшынша үйренуіңе өте көмектеседі себебі оны ағылшынша тыңдап жатсаң ше. То есть не обязательно прям қиын нәрсе қылып ағылшынша үйренемін ойбай деп. Просто ағылшынша музыка тыңдай бастасаң, ол тоже негізі көмектеседі. Үшіншісі, YouTube ағылшынша жетеді, блогерлар жетеді, ағылшынша көрсең болады, ютуберлер жетеді, ағылшынша жақсы көретін актер, актрисаң просто солардың интервьюін көрсең болады, ағылшынша тоже көмектеседі. И в целом ютубта негізі түсінбей жатқан темаң, түсінбей жатқан сөз, түсінбей жатқан грамматика жетеді ютубта, соны көрсең болады. Подкасттар жетеді ағылшынша, тоже соны көрсең болады, прям өте жақсы. Одан соны айтарым, прям ешкім айтпаған шығар, негізі бірінші екінші қойым керек еді. Мен көп дневник жазам, былай айтқандай. Мен өзім көп дневниктарым бар, и соны жазам. Әртүрлі ойыңды в целом көп нәрсе әрине жазуға болады. Бұл басқа тема, тегізі түсірсем болады, қалай дневник жазу и так далее. Яғни journaling деп аталады ағылшынша. Соны ағылшынша жазып бастадым. Уже бірнеше жыл болды мен ағылшынша жазам көбінде. Мен ойлаймын, ол да көмектесті менің ағылшынша ойлануыма, именно ше, ағылшынша жазуыма. Қолдап та жазсаң болады, телефонға заметкаға да жазсаң болады, өзің ойларыңды, бүгінгі состояниең просто ағылшынша бастайсың, білмеген сөздерді гуглға переводить етесің, и в целом болды. То есть оны жақсы, әрине тоқтамау керек, олай белгілі бір уақыт бойынша сөйтіп жаза бастау керек, ол өте көмектеседі жаңағы ағылшынша ойлауыңа. Мен ойлаймын, бұл да маған өте қатты көмектесті. Мен бастадым әрине ағылшынша бүйтіп жаңа ойымды жазуға, себебі ағылшынша үйрену үшін, бірақ ары қалып кетті, мен уже ойламайсың ағылшынша үйреніп жатырмын ба деп. Сен бұл жақта әрине дневник жазуда сен ойыңды жазу ғой, сен соны ағылшынша жаза бастайсың, и каким-то образом сен белгілі бір уақыттан кейін уже үйрене бастайсың, сен өзіңде білмей қаласың. Менде осындай болып целым, жаңағы бастадым әрине мен прям ағылшын үйрену керек деп, бірақ ары қарай мен өзімде білмей қалдым қаншалықты жақсы болып жатқан, барған сайын үйреніп жатқан. Ол да өте маңызды, просто бастау керек, и не обязательно каждый день вот мен отырып ағылшынша үйренемін, ол да жақсы әрине. Әрине олай да болады, но в целом сразу плавно кетеміз келесіге, бұл бізде мемдер, ағылшынша мемдер, TikTok, Instagram, бәріміз көреміз, бәріміз отырамыз, көп адамдар отырады әрине. Мен TikTok отпаймын.
мақтанып қалу керек қой, мақтанып қалу керек. Соны мен айтқым келген, осыны Инстаграм, ТикТок болсын, біз көп отырамыз, соны ағылшынша көрсем болады. Ағылшынша жетеді, әрине ол жақтағы видеолар, сондықтан соны ағылшынша көре бастасам. Мен ең жақсы көретін вообще мысалы осы социальный сеттер, типа мемдер. Егер сен көп отыратын болсаң, тем более ағылшынша көре бастасаң, әрине сен сонша уақытта ағылшынша үйреніп жатсың мысалы, ше, өте жақсы. Сондықтан ойлаймын, оған да көшкен дұрыс. Ағылшынша жетеді, ол жақта видеолар өте қызық. Соны ағылшынша көрсең өзіңе де жақсы. Себебі бұл жақтар ең жақсы, сен отпайсың, о маған там скучно и нудно, маған ағылшынша үйрену керек деп. Ол жерде тек сен көресің, и ол ағылшынша. Сен барған сайын өзің де түсінбей қаласың, былай айтқанда менде де сондай болды. Что барған сайын сен ағылшынша үйреніп жатсың, белгілі бір сөздер каждый день, әр уақыт, әр минутта үйреніп жату мүмкін. Сондықтан байқағаныңдай, мен бұл жерде әрине бастаған жартылай жақсы, прям ағылшынша үйренуім керек деп грамматикадан, бірақ бір жағынан тоже keep it playful, я, то есть не обязательно скучно и нудно болу керек ағылшын тілін үйрену. Сен өзің жолың тауып алу керек, саған ұнайтын. Может, бұл фильм саған көрген ұнайды. Короче, өзің жақсы көретін бірдеңені аласың, соны ағылшынша көруге тырысасың. Ағылшынша ол жақта видеолар жетеді, соны ағылшынша көруге тырысасың. Саған ұнамай белгілі бір сериал, оның ағылшыншасы бар ма? Ағылшыншасын көруге тырыс. Сөйтіп өзің жақсы көретін нәрсеңе қосымша ағылшынша үйренуді қоссаң, өзіңе жақсы болады. Сен ол жақта прям былай айтқанда қиналмайсың ғой, морально. Блин, маған ағылшынша үйрену керек, блин деп отпайсың ше, сен уже жақсы көретін нәрсеңе плюс ағылшынша қосасың. Мен де солай болды, то есть мен басында әрине бастадым, потом что-то мен өзім де білмей қалдым, и мен ағылшынша үйреніп кеттім, потому что по сути погружение английский средаға болды ғой менде, жаңағы YouTube, музыка, Инстаграмдардың бәрі ағылшынша болса, әрине сен как минимум бірден үйренесің одан. Әрине оңай деп айтпаймын, басында дисциплина керек шығар, басында прям өзіңді давай оқимын деп істеуің керек шығар. Барған сайын әрине оңай болады. Өзіңе қызық қылып үйрету, өзің жолын табу. Қалай саған ағылшын тілін үйренген қызық. Не обязательно прям не потому что біреу сөйтіп үйренді, сен де сөйтіп үйрену керек. Может быть, бірақ өзіңнің ағылшынша қалай үйренгенді, қай уақытта үйренген, қандай способ арқылы үйренгенді тапсаң, және өзіңе қызық болса, ол өте жақсы нәрсе. Окей, бүгінгі айтарым осы, прям тез айтып тастадым, мен өзім ойлағанымда. Бірақ я көмектесті деп ойлаймын. Не көмектесті, енді одан соң мен айтқан жаңа кеңестерім, өзім қалай үйренген туралы айтқан кезде, енді нені сен қолданатын боласың ағылшын тілін үйренуде, соларды жазып кетсең өте қуанышты болады маған, мен үшін өте қуанышты боламын. Келесі видеода кездескенше, пока. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wish.